Саламатсыздар ма, құрметті менің білім алушыларым? Мен Арыс қаласындағы номері 17 колледждің нарықтық экономика негіздері пәнінің оқытушысы Тілеуханова Сәуле Тілеуханқызы. Бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы экономика және оның құрылымы. Экономика күрделі ғылым саласы ретінде көрінгенімен, әрбіріміз ол туралы аз болса да хабарымыз болуы тиіс. Бұл әрине заман талабы. Енді сабақ барысымен таныс болайық. Бірінші ұйымдастыру кезеңі, екінші сабақты түсіндіру, үшінші сабақты бекіту, төртінші қорытынды, бесінші үйге тапсырма. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын дайындыққа көңіл бөлейік. Дәптер қаламдарыңызды дайындап алыңыздар. Керек жерлерін жазып отырамыз. Барлықтарыңыздың көкейлеріңізде экономика дегеніміз не деген сұрақ туындап отырған болар. Экономика дегеніміз адамдардың жер бетіндегі тіршілік етуі үшін өздерін материалдық жағдайларымен қамтамасыз етуіне мүмкіндік беретін қызметтерінің жиынтығы. Экономика тауарларды өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну мен қызметтерді ұйымдастыруға байланысты адамдар іс-әрекетін зерттейтін ғылым. Экономика ғылым саласы ретінде өзара байланысты үш түрлі сұраққа жауап береді. Экономиканың негізгі сұрақтары. Бірінші, не өндіру керек және қандай мөлшерде? Екінші, тауарларды қалай өндіру керек және кім өндіру керек? Қандай ресурстар мен технологиялар пайдаланылады? Үшінші, кім үшін өндіру керек? Өндірілген тауарлар мен қызметтер тұтынушылар арасында қалай бөлінеді? Экономиканың басты мәселесі өндіріс факторларын үйлестірудің тиімді әдісін таңдау. Қоғамның мақсаты қажеттіліктердің шексіздігі мен ресурстардың шектеулілігінен туындайтын проблемаларды шешу. Экономиканың құрамдас бөліктері адам, табиғат және жасанды табиғат. Экономиканың тағы бір ерекше құрамдас бөлігі инфрақұрылым. Инфрақұрылым дегеніміз өндіріс пен адамның тіршілік әрекеті жағдайларын қамтамасыз ететін объектілер жиынтығы. Экономиканың салалық құрылымы материалдық өндірістік сала және әлеуметтік мәдени сала болып бөлінеді. Енді сабағымыздың бекіту кезеңіне келіп жеттік. Мектеп кеме, білім теңіз, барар жерге тез жетеміз. Демекші, сабақты бекіту кезеңінде студенттерге 6 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма. Төмендегі тұжырымдар дұрыс па? Дұрыс емес пе? Анықтаңдар. Д немесе ДИ белгілерін пайдаланыңдар. Бірінші, экономика адамдардың арасында шаруашылықтың іс-әрекет барысында қалыптасатын қарым-қатынас. Екінші, экономика оқушылардың мінез-құлықтары. Үшінші, экономика адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жасайтындарының барлығы. Төртінші, экономика аспан денелері туралы ғылым. Бесінші, экономика көлік шаруашылығы. Алтыншы, экономика отбасылық қарым-қатынастар. Жетінші, экономика шаруашылық жүргізу жолдары. Сегізіншісі, экономика адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін шектеулі қорларды пайдалану жолдары туралы ғылым.
Екінші тапсырма салыстыру тесті. А бағанындағы терминдерден олардың Б бағанындағы анықтамаларына сызықшалар жүргізіңдер. А бағанында экономика, қажеттіліктер, тұтыну, игіліктер, шаруашылық, қорлар, шектеулілік, таңдау. Б бағанында қажет игіліктерді өндіру үшін пайдаланылатындардың барлығы. Адам қажеттіліктерін қанағаттандыруға керектілердің барлығы. Адамға қажет нәрселердің барлығы. Қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін игіліктер мен қызмет көрсетулерді пайдалану. Адамдардың қажетті тұрмыс жағдайын туғызу үшін жасайтын әрекеттерінің барлық түрлері. Тұрмыс жағдайларын туғызу, оны үзбей жақсарту үшін қолданылатын адам өзі жасаған құралдар. Бір нәрсені ұнату, артық көру. Қайсы бір нәрселердің жетіспеушілігі. Үшінші тапсырма. Диалогика біріккен екі сөз тіркесінен тұрады. Бірінші сөздің жалғасы, яғни аяғы, екінші сөздің басы болып келеді. Сендерге осындай сөздердің 5 жұбы берілген. Өздерің ойланып көріңдер және табыңдар. Бірінші, өндіріс орны, өнім өндіруге пайдаланатын құрал-жабдықтар. Екінші, экономиканың материалдық өндірістік саласы, өндіріс орны. Үшінші, металл ақша белгісі, кәсіпорынның немесе кәсіпкердің өндіріс нәтижесінде алатын ақша сомасы. Төртінші, кәсіпорынның қолдағы барлық ақша сомасы жиынтығын сақтайтын орын. Ақша қорларын сақтау формасы. Бесінші, пайда табу мақсатына бағытталған экономикалық іс-әрекет. Қайтарылуы тиіс шартпен берілетін ақша немесе тауар. Төртінші тапсырма. Кім жылдам ойыны? Экономиканың салалық құрылымдары. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы, көлік және байланыс, қоғамдық тамақтандыру және сауда, материалдық техникалық қамсыздандыру, мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, ғылым, басқару, тұрмыстық коммуналдық шаруашылық, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету. Осы салалардың қайсысы материалдық өндірістік салаға, ал қайсысы әлеуметтік мәдени салаға жататынын жіктеп жазу керек. Бесінші тапсырма. Анаграмманы шеш. Мына жерде берілген сөздерді дұрыстап жазу керек. Алтыншы тапсырма. Екі сөздің құрамындағы әріптерді пайдалана отырып, үшінші экономикалық сөз құрастырыңдар. Несзип, аким онои, диткре, тербар, артау, рифма, қыран, шикмен, латикап. Енді сабағымыздың қорытынды кезеңіне келіп жеттік. Еліміз егемендігін алғаннан бері Қазақстан халқына арналған жолдауларда елдің әл-ауқатын арттыру және экономикасын дамыту барысында көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Осыған біздің жас ұрпақтың қосатын үлесіміз біліміміз. Үй тапсырмасының сұрақтары. Бірінші, экономика дегеніміз не? Екінші, экономика нені зерттейтін ғылым? Үшінші, экономиканың негізгі сұрақтары қандай? Төртінші, қоғамның мақсаты не?
Бесінші, инфрақұрылым дегеніміз не? Алтыншы, экономиканың қандай салалық құрылымдары бар? Үйге берілетін екінші тапсырма экономика сөз жұмбағын шешіп келу. Экономика сөз жұмбағының сұрақтары. Бірінші, тауарды шет елге шығару. Екінші, адамдардың жасап шығарған өндіріс құрал жабдықтары мен ақшалай жиынтықтары. Үшінші, қарызға алынған ақшаны пайдаланғаны үшін төлейтін ақы. Төртінші, тауар мен қызметтер туралы ақпараттар тарату. Бесінші, табиғатты қорғау туралы ғылым. Алтыншы, өндіріс нәтижесі. Жетінші, тауарды сату және сақтау орны. Сегізіншісі, бір затқа адамның иелік етуі. Тоғызыншы, тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын зат. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.